Жаңа жылдық имбирный пряники жасаймыз. Менде мында бал, специй, тұз, сода, қант, жұмыртқа, сары май және де ұн. Бірінші балымызды, қантымызды, специямызды салып, қант ерігенше отта араластырамыз. Қантымыз еріді, енді үстіне содамызды саламыз. Қазір массамыз көтеріледі. Енді осы массамыздың үстіне сары майымызды саламыз. Осы массамызды суытамыз. Массамыз суыды, енді үстіне жұмыртқа, мында бір толық жұмыртқа, 2 желток. Жұмыртқаны араластырдық, енді осы массамыздың үстінде ұнды саламыз. Қамырымызды 2-ге бөліп алдық. Қамыр өте жұмсақ. Бір бөлігін холодильникке салып қойсақ болады. Қазір ұнды сеуіп жаямыз. И менде мынандай плунжерлер бар. Және де мынандай фикс прайста сатылады. Осылармен қазір жасайтын боламыз. Кесетін боламыз. Қалыңдығы 1-2 мм, қазір піскен кезде тағы да көтеріледі. Елочкамызды алайық. Шетін и на елочканы ұнға батырып аламыз.
180 градуста 5-6 минут қана пісіреміз. Мынандай болып шығады.